өзін өзі дамыту бағытындағы видео сабақтар сериясын одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі видео сабақтың тақырыбы реттеуші принциптерді ұстану не береді деп аталады. Ең алдымен реттеуші принцип дегеніміз не? Осы мәселеге кішкене тоқтала кетейік. Реттеуші принцип дегеніміз бұл адамдардың өзінің күнделікті жасайтын іс-әрекеттерін, өмірін жоспарлап, белгілі бір тәртіпке бағындырып әрекет жасауы. Айтқанда, күн сайын ол адам өзінің барлық әрекеттерін, ұйқыға қай уақытта жатады, қашан оянады, қандай әрекеттер жасайды, бәрін алдын ала жоспарлап алып, белгілі бір тәртіппен күн тәртібін белгілеп алып, сол күн тәртібіне байланысты өзінің барлық әрекеттерін соған бағындыра отырып жасайды. Бұл реттеуші принцип деп аталады. Жалпы алғанда барлық дәстүрлі діндерде реттеуші принцип бар. Мысалы, ислам дінінде 5 уақыт намаз оқу. Күн сайын әрбір мұсылман 5 уақыт намаз оқиды. 5 уақыт намаздың өзінің жаңағы оқылатын тәртібі бар, және белгілі бір мерзімде орындалады. Таңертең ерте тұрып, бірінші таң намазы дейді, ерте тұрып, дәрет алып, жуынып, шайынып, содан кейін күнбатысқа қарап, жүзіңізді бұрып, намаз оқисыз. Осылай күніне 5 рет оқисыз. Сізге бұл ұнай ма, ұнамай ма, қалайсыз ба, қаламайсыз, бұған қарамайсыз. Сіз соны орындайсыз, өзіңізді соған көндіріп, мәжбүрлеп жасайсыз. Осылай жасау арқылы сіз күн тәртібін сақтап, реттеуші принципті сақтайсыз. Бұл не береді енді адамға? Енді осыған қысқаша қазір айтып кетейік, тоқталып. Реттеуші принциптің беретін, ең алдымен беретін бізге игілігі адамға зерде береді. Зерде дегеніміз не нәрсе? Өкінішке орай қазіргі психология ғылымы немесе философия ғылымы, біздің қазіргі материалистік ғылымда зерде дегенге онша көп тоқталып, жан-жақты сипаттама бермейді. Орысша мұны разум дейді. Ум деген бар, ум деген бұл ақыл дейді. Разум дегеніміз бұл ақылдан жоғары зерде. Қазақша зерде деп аталады. Енді осы зерде дегеніміз не нәрсе? Бұған жаңағы веда ілімінің ең қайнар көзі болып саналатын Бхагавад-гитада зерде, ақыл деген жаңағы элементтерге, қасиеттерге, құбылыстарға жан-жақты баға беріледі, сипаттама беріледі. Енді сол Бхагавад-гитаның сипаттамасы бойынша мен кішкене тоқтала кетейін. Зерденің 3 түрлі функциясы бар екен, қызметі бар екен. Біріншісі, жақсы мен жаманды, пайдалы, зиянды нәрсені айырып талдау қасиеті бар. Ақыл дегеннің 2 түрлі функциясы бар. Мынау маған ұнайды, мынау маған ұнамайды дейді ақыл айтады. Ақыл айтады, маған темекі тартқан ұнайды, арақ ішкен ұнайды, жаңағы көп ұйықтаған, түнімен теледидар көріп, көп ұйықтап жатқан, көп қимылдамай, көбірек жақсы дәмді тамақтар жеген, жақсы маған ұнайды дейді. Ал зердесі бар адам, оны ақыл тарасына салып, ойға салып, жақсы, жаман, пайдалы, зиянды жақтарын таразылай отырып, мысалы, темекі тартқан, арақ ішкен, қозғалмай көп уақыт жатқан, көп тамақ ішкен, бәрі де зиянды деп шешім қабылдайды да, адамды ондай жаман әдеттен бас тартуға еріксіз мәжбүрлейді. Зердесі бар адам жаман, зиянды әрекеттер жасамайды. Оңай зиянды әрекеттерден оп-оңай бас тартып кетеді. Зердесі жоқ адамдар өкінішке орай ондай әдеттерден бас тарта алмайды. Оларда ерік жібермейді. Енді зерденің екінші бір қасиеті бар. Ол есте сақтау қабілеті бар, жады бар. Зердесі бар адамдар жады болады. Есте сақтау қабілеті өте мықты болады. Ол өткенді ұмытпайды. Жақсы болсын, жаман болсын, әрдайым есінде сақтап жүріп, жақсы нәрседен, жақсы жаңағы нәрсені алғысы келеді, жаман нәрседен сабақ алып, одан аулақ жүруге тырысады. Сосын үшінші қасиеті бар, ол ерік жігері бар. Зердесі бар адамда ерік жігер болады. Айтқанда осы 3 түрлі функция бірігіп зердені құрайды. Зердесі бар адамда осы 3-і болады. Енді осы 3-і барып адамның басқа адамдардан қандай ерекшелігі бар дегенге келетін болсақ, тек пайдалы нәрселер жасайды, зиянды нәрселерден бас тартады. Олар салауаттылықты ұстанады, денсаулығын жақсартады. Олар ақшаны орынсыз шашпайды, үнемді пайдаланып, ертеңгі күнін ойлайды. Олар өзінің интеллектуалдық жағынан жетілуге көп көңіл бөледі, жақсы мамандықтар алады,
әрдайым еңбектенеді, жақсы еңбектеніп, соның арқасында отбасында да жақсы болады, айналасындағы адамдармен де жақсы қарым қатынаста болады. Яғни айтқанда, бұл дүниеде ол көп игілікке қол жеткізеді, айналасындағы адамдармен жақсы қарым қатынаста болады. О дүниеде оның да жағдайы одан да жақсы болады. Яғни айтқанда, екі дүниенің де игілігіне жетеді, зердесі бар адам. Зердесі жоқ адам бір жасаған қателігін 1000 рет жасайды. Ол бір рет құлап қалса, ертеңіне дәл сол жерден тағы сүрініп, тағы құлайды, мұрнын бұзады, үшінші күні тағы да құлайды, солай құлай береді ол. Бір жасаған қателігін жасайды. Онда өйткені онда жады жоқ, есте сақтау қабілеті жоқ. Және онда жақсы мен жаманды айыратын талдау қабілеті жоқ. Мынау жақсы, мынау пайдалы, мынау зияндау деп ойламайды ол адам. Және де ол адамда ерік-жігер жоқ, өзінің жаман әрекеттерден бас тартып, жақсы әрекеттерді жасауға өзін мәжбүрлей алмайды. Сондықтан да зерде адам үшін өте қажет қасиет екен. Енді жаңағы реттеуші принципті арқылы ғана адам зердеге қол жетсе алады. Реттеуші принцип арқылы ғана қол жетсе алады. Реттеуші принципті сіз сақтасаңыз, сонда ғана сіз ақырындап зердеге қол жетсіз. Зердеңіз ашылады. Мысалы, адамның көзі бар. Барлық адамда көз бар. Кейбір адамдарда көзін шел басып кетеді. Бұл ауру. Көзін шел басқан адамдар көрмей қалады, соқыр болып қалады. Көзінің барлығынан ешқандай пайда жоқ. Ол адамның көзі бар, бірақ көрмейді. Сол сияқты барлық адамдарда зерде бар, бірақ көп адамдардың зердесін шел басып кеткен. Яғни айтқанда, олар әлсіреген зерде. Зерде жұмыс істемейді. Зерде жұмыс істемегеннен кейін ол адамдар бір жасаған қателігін 1000 рет жасап, жаңағы көп өмірде тегіс жерде сүрініп құлап жатады. Бұның бәрі зерденің жоқтығынан. Реттеуші принциптерді сақтау арқылы адам сол зердені күшейтеді. Зерде деп аталатын бұл энергия. Бұл энергия күшейеді. Күшейген сайын оның қызметі жақсара түседі. Мысалы, сіз күнде ескек кесетін болсаңыз, ескекпен айналысатын болсаңыз, қолыңыздың бұлшық еттері жетіп күшті болады. Күнде велосипед тебетін болсаңыз, аяғыңыздың бұлшық еттері күшті болып күшейеді. Сол сияқты сіз күн тәртібін сақтап, реттеуші принциптерін сақтап жүретін болсаңыз, сіздің зердеңіз күшейеді. Зердеңіз күшейген кезде сіз жаңағындай жақсы мен жаманды айырып, пайдалы, зиян нәрсені айырып, пайдалы нәрсені жасауға өзіңізді бағыттап, мәжбүрлеп, соны жасайтын боласыз. Ал енді зердеңіз жоқ болса, сіз пайдалы нәрсе пайдалы екенін біле тұра, бірақ одан бас тартып, өзіңізге ұнайтын нәрселерді жасап, жалқаулыққа салынып, түнімен теледидар көріп, түске дейін ұйықтап, мысалы, арақ ішіп, темекі тартып деген сияқты. Сондай өзіңіздің денсаулығыңызды, өзіңізді құртатын нәрселерді жасайсыз. Одан бас тартуға сіздің ерік-жігеріңіз болмайды, шамаңыз жетпейді. Сөйтіп, денсаулығыңыздан айырыласыз, абырой-беделіңізден айырыласыз, көп ақшаңызды жұмсайсыз, айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынасыңыз нашарлайды. Оны біз көріп жүрміз, күнделікті өмірде. Мысалы, араққа қатты салынып кеткен адамдар, жаңағы ең соңғы жететін жері бомж деп аталатын топқа қосылады. Соны біз көріп жүрміз, бомж деп аталатын топ. Жап-жас қол аяқтары балғадай жас жігіттердің жаңағы жалба-жұлба киініп, қайыр сұрап жүргенін біз бәріміз де көріп жүрміз қалаларда. Бұның бәрі сол зерденің жоқтығынан болатын шаруа. Зердесі жоқ адам ақырындап хайуанның деңгейіне сөйлеген. Адамның хайуаннан жалғыз айырмасы бар, ол зердесінің барлығы. Хайуан, мысалы, зердесі жоқ, сондықтан ол өзіне ұнаған нәрсенің бәрін жасайды. Хайуан ұйықтағысы келсе ұйықтайды, тамақтанғысы келсе күнімен аузына түскеннің бәрін жейді, шағылғысы келсе шағылысады, көрінген жерге дәрет алады. Яғни айтқанда, ол өзіне ұнайтын шаруаның бәрін де жасай береді. Кез келген жерге жата кетеді. Үсті басын бүлдіріп аламын деп ойламайды, тазалықты ойламайды ол адам. Онда ешқандай реттеуші принцип жоқ. Зердесі жоқ адамда сол хайуанның деңгейіне түсіп қалады. Ол адамда ешқандай күн тәртібі деген болмайды. Ойына не келсе соны істейді. Өзіне ұнаған нәрсені жасайды. Жаңағы қай уақытта тамақ ішкісі келсе, түн ба күндіз ба қарамайды ішеді. Қай уақытта ұйықтағысы келсе, сол уақытта жатып ұйықтайды. Ол адамдар басқа да нәрселерде сондай ретсіз өзіне зиянды нәрселер жасап жатады. Сондықтан да ондай адамдар өмірде көп қиындықтар көреді.
өзі де зиянға ұшырайды, айнасындағы адамдарды да зиянға ұшыратады. Сондықтан зерде қажет екен. Зердені күшейту үшін, зерденің қызметін жақсарту үшін реттеуші принциптерді сақтау керек. Сіз енді осы кезге дейін реттеуші принциптерді ұстанбай ойыңызға келгенін жасап келген болсаңыз, онда әлі де кеш емес. Өзіңіздің шамаңыз жететін күн тәртібін белгілеп алып, мысалы таңертең ерте тұрып, мысалы тым болмаса 10-15 минут дене жаттығуын жасап, күніне бір жарты сағат 30-40 минут таза ауада серуендеп, таңертең, түсте, кешке тамақ ішетін уақытты белгілі бір уақытта тамақтанып, содан кейін басқа да пайдалы шаруаларды жасауға өзіңізді күн тәртібіне енгізіп, соны шамаңыз жеткенше күн сайын сақтап, сол күн тәртібіңізді сақтап жүрсеңіз, көп ұзамай сіз сол күн тәртібіне үйреніп аласыз, дағдыланып аласыз да. Содан кейін сізде ақырындап ерік-жігер күшейе бастайды, күн тәртіптілік күшейе бастайды. Жақсы мен жаманды айырып, жаңағы есте сақтау қабілетіңіз жақсара бастайды. Ең айтқанда зерде күші, зерде қуаты күшейе бастайды. Зерде өзінің жұмысын жақсы істей бастайды. Ол сезіне бастайды, өзіңіз де сезінесіз. Көп ұзамай сіздің өміріңіз өзгере бастайды. Ең айтқанда өмірімді өзгертемін дейтін болсаңыз, онда реттеуші принципті сақтауыңыз керек болады, зердені күшейтуіңіз керек болады. Егер осы видео сабақтан бір пайдалы ақпарат алған болсаңыз, онда лайк басып, немесе өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз.